Сәлем достар, егер сіздер қып-қызыл болып қуырылған қытырлап тұратын балықты жақсы көрсеңіздер, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Мендегі сазан балық алдын ала тазаланып, туралып қойған, соны үйге алып келіп кесіп алдым. Суға бірнеше қайтара жуып, тұздап алдым. Одан кейін қызып тұрған майға балықты екі жағынан ұнға аунатып қуырып аламыз. Егерде сіздерде үлкен балық болса, бір бетін 7 минуттан 2 рет аударасыздар. Ал егерде орташа немесе кішкентай балық болса, 5 минуттан пісіресіздер. Сонымен біздің балығымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.